Білгір ұстаз, білімді басшы, саналы ғұмырын білім саласына арнаған Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, еңбек ардагері Маулида Қырғызбайқызының 70 жылдық мерейтой өтті. Ұлт ұстазына айнала білген мерейтой иесін құттықтауға әріптестері, замандастары қатысып, құттықтау лебіздерін жеткізді. Өнегелі өмірі көпке үлгі. Қазіргі таңда ұстаздардың ұстаз атанған ұлағатты жанның бірі Маулида Қырғызбайқызы Жошина 70 жаста. Бүгінде 70-тің желкенін керген ұлағатты ұстаздың мерейтойы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының ғимаратында салтанатты түрде өтті. Аудандық қалалық білім бөлімдерінің басшылары, бірқатар билік өкілдері және білім беру ұйымдарының директорлары мен жас мамандар қатысты. Салтанатты шараға білім және ғылым министрлігінің вице-министрі Асхат Аймағамбетов қатысып, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің құттықтау сөзін жеткізді. Құрметті Маулида Қырғызбайқызы, сізді Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің атынан және өз атынан 70 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді деген халқымыз. Біздің шәкірт тәрбиелей жүріп, ұстаздығымызды шығармашылық жұмыспен ұштастырып, жеміс еңбек етіп, әріптестеріңіздің арасында әрдайым беделіңіз биік болғаны белгілі. Маулида Қырғызбайқызы еңбек жолын орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі лауазымынан бастаған. Содан кейін директордың оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары, мектеп директоры лауазымында. Кейінірек қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасары, Қарағанды қаласының әкімінің орынбасары және білім департаменті мен Қарағанды облыстық балалар құқықтарын қорғау департаменті директорының орынбасары қызметтерін атқарған. Бүгінгі таңда Қарағанды облысының білім беруді дамыту жөніндегі қоғамдық кеңесін басқарады. Бүгінгі өтіп жатқан мерейтой бұл Маулида Қырғызбайқызына арналады. Бұл кісі өзінің барлық ғұмырын педагогика саласына, ізденімпаздыққа арнаған адам деп айтсам артық болмайды. Өйткені сонау пединститутты бітіргеннен кейінгі өмірінде барлық сатыдан өтті. Мерейтой иесінің еселі еңбегінің арқасында жеткен жетістіктері де аз емес. Атап айтсақ, Қазақ КСР халық білім берушісінің үздігі, Қазақстан Республикасының білім берушісінің құрметті қызметкері, Ауырай Алтынсарин төсбелгісімен, еңбек ардагері және ерен еңбек үшін медальдерінің иегері, білім және ғылым министрлігінің құрметті гранталары және облыстық білім беруді дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін арнайы сыйлығымен марапатталған. Азамат Серкан, Ержан Әліпов, Николай Шевлев, 5-ші арна.